Сәлем достар, сіздермен бүгін азелитсіз қазанның сковородкілердің майын кетіретін боламыз. Сыртындағы тұрып қалған қатты қайнап тұрған суымызға бір бокал порошок саламыз. Кез келген қатты қайнап тұруы қажет. Бізде сосын кастрюльдеріміз, тереңде үлкен кастрюльдеріміз болса жақсы болады, сол кезде батып тұрады. Бір бокал белизна құямыз. Кез келген қол сана берсеңіздер болады, маған осы түрі ұнайды. Бір бокал сұйық май қоямыз. Құймасаңыз да болады. Көріп тұрғандарыңыздай, сковородканың жаман болып кеткен, качествосы нашар ма деп өзімше лақтырам ба деп ойлап отырмын. Қанша жуғанмен азелитпен кетпеді. Сосын бір күні осындай көріп қалдым да, мен де жасап көрейінші деп ойладым. Содан осылай жасадым. Көріп тұрғандарыңыздай әппақ болды. Тазалай бересіздер, жақсылап жуып тазалап шайып аласыздар. Сау болыңыздар.